Маған ең көп келетін сұрақтардың бірі, сен неге арақ шарап қойылған дастарханға отырмайсың, хотя бы бір шетіне отыра салсаң болады ғой, өзің ішпегеннен кейін ота тұрған не бар деген сияқты осындай көптеген сұрақтар келеді. Осы сұрақтарға бір елеспен жауап беріп кетейік. Біздің ислам дінімізде арақ шарап қойылған дастарханға отыруға болмайды, өйткені ол құтсыз дастархан. Ол жерден періштелер қашып, ол жерге шайтандар үйір болады дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мұбарак хадисінде айтады, кімде-кім Аллахқа және ақирет күніне иман келтірген болса, онда арақ шарап қойылған дастарханға отырмасын деген хадисі келеді бізге. Аллах тағала Құран кәрімде Маида сүресінің 90-91 аяттарында айтады: ей иман келтіргендер, арақ ішу, пұтқа табыну, құмар ойнау, олардың барлығы шайтанның істерінен, одан аулақ болыңдар. Ол сендердің араларыңа дұшпандық салуға тырысады, сендерді тәңірлеріңді ұмыттырады, сендерге намаз оқуларыңа кедергі болады деген сияқты Аллах тағала бізге осылай түсіндіріп айтады. Сондықтан біз енді мұсылман адам болғаннан кейін Аллахтың бұйрықтарына, жаңағындай аяттарына иман келтіре сүйенеміз, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистеріне және де сүннетіне сүйенеміз. Сондықтан Аллах тағала баршамыздың күнә қателіктерімізді кешірсін, барлығымыздан Аллах разы болсын.